Абыройың аспанға жетсе де, адам екеніңді ұмытпа. Жер қызып, күн өз күшіне мінген кезде, ақсақал аула шетіне бір уыс асқабақ дән неге салды. Жердің жақсылығы ма жоқ, ақсақалдың қолының құты ма кім білсін, егілген дәндер мұрсатты екі құлақтанып шықты да, жарыса қаулай жөнелді. Жапырақтар жайылып, гүл ашты, ашқан гүлдер бір-бірден жеміс байлады. Жарқыраған күн нұрына шомылып құйылған судан тамырларынан нәр толып жараса өсіп келе жатқан асқабақтарды аралап жүрген ақсақалды не түлен түрткенін қайдан білейік, бірақ шетте өзгелерден бөлектеу жатқан асқабақты көріп, тфай, жатсың мықты екен, бұйырса басқалардан ерекше болайын деп тұрсың-ау деу мұң екен. Ерекше асқабақ орнынан ұшып кете жаздады. Қария алыстаған бойда қасындағыларға: көрдіңдер бе? Мен ерекше, сендерден бөлек жаратылғанмын. Күнде суда қария да мені жақсы көріп, маған құрметпен қарайды. Сендер де солай үйреніңдер деп өзінен өзі ісіп кепті. Әрине қасындағыларға бұның бұлай өзінен өзі шала бүлініп, аяқ астынан мардымсый қалғаны түкте әсер еткен жоқ. Сосын еш қайсысы ештеңе айтқан жоқ. Дәл осы істері, бауырларын бір ауыз сөз айтып тоқтам жасамағандары үлкен қасіретке жол ашқандары екенін олар сол сәтте білген жоқ еді. Сонымен ерекше асқабақ ойға кетті. Мен ерекшемін, яғни мен ерекше күтудемін. Мен мыналардан озып түсуім керек деп, енді жанындағыларға зәбір көрсете бастады. Тамырларын барынша созып жіберіп, олардың да үлесін сора бастады. Арамдықпен нәр сорған сайын бұл үлкейіп өсе берді. Қария ерекше асқабаққа көршілерін, таныстарын, көшеден өтіп бара жатқан жай жүргіншілерді ертіп келіп көрсетіп мақтануға, асқабақты мақтауға кірісті. Асқабақтың бұрынғысы бұрынғыма өршелене түсті. Аула ішіндегі өсімдік атаулыға барар нәр болсы бәрін тартып жеу бұның әдетіне айналды. Бұның тамырлары аула сыртындағы қоқыс төгетін шұңқырға жеткенде бұл әбден есірді. Арам нәр жай қоя ма? Бұл адам айтса сенбестей үлкен болып өсті. Өскен сайын қоқыстағы лас суға араны ашыла берді. Бұндай феномен асқабақты газеттерге шығарып, телеарналар арнайы репортаж жасауға көшті. Жаздың шақырайған ыстығында ерекше үлкен, жылтыраған асқабақты сондай бір телеарна деректі фильм түсіріп жатқанда, оператордың штативінің ұшы тиіп кетуі мұң екен, сорған жуындысы ішінде ашып тұрған асқабақ тарс етіп айырылды. Құдай өз сақтасын, айнала түгел жаман иіске сасып кетті. Ауыл тұрғындары мұрнын басып өзен жағала қашып кетті. Есепсіз арам нәрге тойынған асқабақтың иісі осыншама жаман болар ма? Сол сасыған иістен жиіркенген бірде-бір мал бұны жемеді. Амалсыз бар сынықты жинап, трактормен күреп, шошқа қораға төгуге мәжбүр болды. Тек шошқа ғана тұмсығы қорсылдап, көзі жасаурап, иісі өзіне етене жақын асқабақты опырып жей берді. Тау мен тасты жел бұзат десек, кез келген саналы санасыз тіршілік иесін сөз бұзатыны анық. Енді саналыға адамды жатқызсақ, санасыз жануарларда жылы сөзге семіріп иесін танымай кетіп жататыны шындық. Тумысынан дана қазақ, жаман итке күшігім десең, аузыңды жалап арамдар деген. Немесе жаманатқа жал бітсе жаныңа торсық байлатпас, жүгі жеңіл есек жатаған келер деп бекер айтпаса керек. Себебі бәрінде бұзатын мадақ сөз. Көпе көрінеу көзінше мақтап көпшік қою, адамның санасын улап, көңілін бұзатыны қазіргі заманда айқын болды. Тек есепсіз мақтаулар мен арам жолмен келген ас, су, нәр түбінде кім-кімді де жарып шығып пайдаға асырмай тастайтын ақиқат. Ал сол мақтау мен мадақты көтере алмай жарылып жатқандардан бетін басып қашатындар, сол ең көп мақтағандар болып шығады. Ол да бір өмірдің бір алаңы. Абырой атағыңыз өскен сайын, адам деген аттан ажырамай, Құдайдың бергенін біліп, барыңа қанағат, жоғыңа шүкір деп үйренейік ағайын. Мұрат Кенжебаев, Бейнеу. Оқыған Қуат Ахметжанов.